Мақта өсіріп, оны терең қайта өңдеуге мемлекет қолдау көрсетеді. Ақ алтын өсірушілермен кездескен еліміздің премьер-министрінің орынбасары әрі сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин осылай деді. Оған қоса вице-министр аймақтағы бірнеше ірі жобалармен танысты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Елімізде мақта талшығын өңдейтін тек 2 кәсіпорын бар. Сондықтан өңдеуші кәсіпорындарды ашуға мемлекет мүдделі. Бұл олқылықтың орнын толтыру мақсатында Түркістан облысында мақта кластерін дамытуға күш салынбақ. Арнайы делегация Мақтаарал ауданындағы Жанасыл мақта өңдеу зауытына барды. Мекеме басшылығы мен жергілікті еңбек адамдары көкейде жүрген мәселелерін жеткізді. 3,5 жыл посол болып істедім Өзбекстанда. Ол жерде 1 миллион гектар жерге мақта егіледі. Бізде 126 мың гектар. Ол жерде шыққан 1 миллион гектардан шыққан волокнаға 800 мекеме істейді, перерабатывающий. Бізде завод фабрика. А бізде бірде-біреу жоқ. Но енді адамдарды ынталандыру үшін оларды, естественно, заинтересовать надо. Поэтому система субсидирования для чего? Чтобы адамдар ынталандыру үшін. Демек, значит, ставка субсидирования 25 емес, 50 қылатын болсақ, можно заинтересовать. Осы нәрсені қарастырсаңыз енді. Шаруалардың мұңын тыңдаған министр Күнгей облыс мақта өсіретін жалғыз өңір екенін айтып, үкіметтен қолдау болатынын жеткізді. Соның арқасында биыл мақта талшығын өңдеу 17 мың тоннадан 66 мың тоннаға артады. Жергілікті билік бұл бағытты дамытуға күш салып қана қоймай, халықаралық нарыққа шығу жолдарында қарастыруды ұсынды. Дұрыс айтады. Мұнда Түркістан қазір өңіріне осындай текстиль сала керек. Себебі бұл адамдарды тез, сосын өте тиімді жұмыспен қамтамасыз етеді. Әсіресе мына қызбалдарды, әйелдерді, соларға керек жұмыс қой. Оны қазір біз назар аударып жатырмыз. Вице-министр аймақта жүзеге асатын тағы бірнеше ірі жобалармен танысты. Олардың қатарында томат өндіретін кәсіпорын бар. Жоба іске қосылса, жылына 2500 тонна томат шығарады. Сондай-ақ жеміс көкөніс комбинаты бой көтереді. 2027 жылы құрылысы аяқталатын тамақ өнеркәсібінде 300 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ал Мақтаарал ауданындағы индустриалды аймақта тәулігіне 32 мың шұлық, 500 костюм тігілетін фабриканы ашу жоспарда бар. Бақдәулет Анарбай, Сұлтан Малыбаев, Түркістан 24.